Ақтау теңіз порты жаңа транзиттік мүмкіндікке жол ашты. Бұрын экспорт айлақ арқылы вагондармен өтсе, енді жүк көліктермен жөнелтілуде. Былтыр пароммен 900-ге тарта ауыр көлік шетелге кеткен. Бұл бұрын болмаған транзиттік көрсеткіш дейді мамандар. Айлақ қазірде бірнеше есеге ұлғайған, жүк өткізу жұмыстарын еңсеруде. Кешен осыдан бірнеше жыл бұрын жаңартылған, содан бері қуатын еселей түсті. Сейчас вот с введением в строй келешек жылжымалы техникаға арналған жаңа терминал салуды көздеп отырмыз. Мұнан соң жүк көліктерін тиеу жөнелту жұмыстары оңтайлана түспек. Сондай-ақ бүгін Ақтауға жұмыс сапарымен барған Бақытжан Сағынтаев та көз жеткізді. Үкімет басшысының бірінші орынбасары жүк көліктерін қабылдау және өткізу жолдарының тыныс-тіршілігімен танысты. Порт қуатын мүмкіндігінше тиімді пайдаланып, жұмыс сапасын арттыруды тапсырды. Шетелдік кеме айлаққа келген соң, дәрігер маман палубаға көтеріліп, экипаж денсаулығы мен тауарды санитарлық тексеруден өткізеді. Мұнан соң жүк көлігі кеденшілер қолынан өтеді. Құжаты қаралады, көлемі мен бағыты анықталады. Бір мезетте бірнеше көлік тиеліп, не түсірілетінін ескерсек, біршама уақыт талап етіледі. Ереже бойынша бекітілген режим бар. Олардың талапқа сайлығын тексерген үкімет мүшесі уақыт қысқартудың маңыздылығына тоқталды. Существующую сегодняшнюю схему. Басты мақсатымыз бірінші кезекте жүкті рәсімдеу уақытын азайтпау. Айлаққа келген көлікті көп кідіртпей жөнелту керек. Ресей мен Украина арасындағы шиеленіс қашанға созылары белгісіз, бірақ оған қарамастан жүк ағынын тоқтатпауымыз керек.